Тезірек көріңіздер, синоптиктер биылғы қыс қандай болатынын айтты. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. 22 жыл бұрынғыдай, синоптиктер биылғы қыс қандай болатынын айтты. Алдағы қыс 2001-2002 жылдардағы қыс мезгіліне ұқсауы мүмкін. Синоптиктердің болжамынша биыл күз мезгілінен кейінгі жылдармен салыстырғанда әлде қайда жылы болады. Мамандардың КТК телеарнасына берген сұхбатына сүйенсек, алдағы қыс 2001 және 2002 жылдардағы қыс мезгіліне ұқсауы мүмкін деп хабарлайды Айқын KZ. Метеорологтардың мәліметінше, алдағы күндері республика бойынша екпіні секундына 28 метрге жететін жел соғады. Солтүстікте бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Мамандардың айтуынша, желтоқсан, қаңтар және ақпан айларындағы ауа райына Атлант мұхиты аймақтарының ыңғайлы ауа массалары әсер етеді. Сондықтан қазақстандықтар үшін 20 жылдан бері болмаған жылы қыс болуы ықтимал. Дегенмен сарапшылар мұны аномалия деп санамайды. 2023-2024 жылдардың қысы 2001-2002 жылдардағы қыс сценарийіне ұқсақ болмақ. Яғни жылы және жасауын шашын көп болады. Алдағы қыста Қазақстанда температуралық фон климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтілуде. Көп жылдық мәліметтер бойынша қыс болған жылдар орташа температура нормадан 4 градусқа жоғары болған, дейді Қазгидромет баспасөз хатшысы Алина Исмағолова. Синоптиктер Қазақстанда жаңа жылдың басында қар жаууы болжанады. Еліміздің солтүстігі, шығысы және орталығында қатты аяз болуы мүмкін. Термометр -17 градусқа дейін төмендейді. Бұл айларда оңтүстік өңірлерде ауа райы 0-ден жоғары болады. Метеорологтер биыл көктемде жылы болатынын айтты. Видеомыз кеңінен таралып, басқаларда хабардар және сақ болу үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.